Шерхан Мұртаза. Интернат наны әңгіме. Әлтай нанға тоймаушы еді. Басы дәу, үрпек шаш, мойны қалдырақтай, шүңгірек көз, томпақ ауыз қара бала болатын. Бұл бірақ оқуға олақ, есіл дерті ауқатқа ауып кеткен сияқты еді. Сабақтан қала береді. Ебі келсе асханаға кезекші болуға тырысады. Кезекшінің міндеті екі шерекпен өзеннен өңірете су тасиды. 100 баланы асырайтын тай қазан тойғанша тасиды. Одан ыдыс аяқ жууға қосымша тағы тасиды. Кезекшіліктің ең ауыры осы. Интернаттың іргесін жала бағатын өзеннен асханаға құбыр тартуға ол кезде шама келмеді ме, әлде құнт болмады ма, біз қайдан білейік? Әйтеуір ауыр-ауыр екі шерек буыны бекіп, бұғанасы қатпаған жетіншектердің екі еніне зілде басып, онсыз да тапал бойды төмен тартар еді. Кезекші су мәселесін шешкен соң картап картоп аршуға кіріседі. Одан кейін ұзыннан ұзақ созылған үстелге екі қатар қалайы тәрелкелерді, қисыр-қыңыр қалайы қасықтарды қойып шығады. Содан соң барып, әрбір тәрелкінің тұсына тілдей кесілген қара нан қояды. Бұл кезде Әлтайдың қасына тәрбиеші немесе аспаздың өзі ілесіп жүреді. Соның өзінде де Әлтай олардың қырағы көзін ала беріп, бірер кесегін толық ауызға бұралақтап ұрып жібереді. Тәрбиеші оның аузына күдіктене қарар еді. Бірақ Әлтай сыр бермейтін. Сірә нанды шайнамай жұтып жіберетін шығар. Түс кезінде мектептен балалар апыр-топыр жарыса оралады. Кітаптарын бөлмеге қояр-қоймас асханаға қарай анталар. Сонда Әлтай оларға кәдімгідей одырайыңдап, «Өй, өңшең жалмауыз, топырламай бір-бірлеп кіріңдер», деп есіктің аузында тұрады. Кезекшілік күні өткен соң, Әлтайдың көңілі той тарқағандай құлазып қалады. Интернаттың үшмішкедей нормалы нәнін мүсе тұтпай қоқаңдап, сабақ біткенше әрең шыдайды. Кейде соңғы сабақтан қашып кетеді. Жол жөнекей драма театрына соғып, қандай спектакль жүретінін, қандай контрамарка болатынын біліп алады. Интернатқа келе сала, әсүйден бір түйір картоп сұрап алып, оны ойып мөр жасайды. Кітаптың қатырма мұқабасын кесіп, картопқа сия шағып, мөрді картонға мұқият басады. Сөйтіп, әрбір контрамарканы нанға айыра бастайды. Театрға барушы талапкерлер табылады. Аш қалуға бейіл, бірақ қобландыны, қыз жібекті көруге құштарлар, Құдайға шүкір, бар. Театрдың қызметкерлері ойын соңында контрамарканың соншалықты көбейіп кеткеніне таң қалысады. Нанды қиып, театрға барғандар спектакльден қайтып келгенде қарындар ашады. Ұйықтаған соң қарының ашқаны білінбейді, дейді әр нәрседен хабары бар Қарачай Хасболат. Онда шуылдамай тезірек жатайық, дейді балалар. Балалар ұйқыға кетеді. Бір бөлмеде 10 адам жатады. Бәрі әскер балалары, бәрі де ауылдан келген. Облыс орталығында соғыстан соң жаңадан ашылған интернат пансионда жатып оқиды. Майданнан әкесі қайтпағандар, соғыстан ағасы келмегендер, ашқарын ұйқыда түстерінде ауылдың нарт қызыл таба нанын көріп, тамсанып жатады. Осы кезде Әлтай басын көрпемен жауып алып нан жейді. Біреу естіп қоймасын деп дымын шығармауға тырысады. Контрамаркаге айырбастап алған нанды тауысқанша ұйқы жоқ. Бір күні Әлтай әшкереленіп қалды. Сәттіғұл дейтін бала оның түнде нан жеп жатқанын біліп қойыпты. «Балуындыра!» деді Сәттіғұл айқай салсын. Балалардың бәрі үйіртеніп бара жатқандай орындарынан сасқалақтап атып тұрсын. Не боп қалды? Әлтай нан жеп жатыр. Нан? Нан деген сөзді естігенде ұйқы шайдай ашылды. 7 түн ішінде таң атып күн шығып 10 жетімнің тар бөлмесінен нұр шашырағандай болады.
Нан деген сөз алыстағы ауылдан апаң келіп тұр дегенмен бірдей. Айында жылында ауылдан апаң бір келгенде, кіші қалта Талқан бірер таба нан әкелер еді. Іні қарындасының аузынан жырып әкеп тұрғаны есіңе түскенде, Талқан тамағынан өтпейді-ау. Сәттіғұл барып, Әлтайдың үстінен көрпені жұлып алады. Әлтай қақпанға түскен қасқырдай ақсиып айпат шегеді. «Бер бізге де», деді Сәттіғұл. Басқалар бұл кезде Сәттіғұлды үнсіз қуаттап анталап тұрады. «Неге берем? Өзімдікі?» деп шаңқ етеді Әлтай. «Жоқ, біздікі», деді Сәттіғұл. «Контрамарканы қайтар, сонда берем», деді Әлтай, енді қайтар екенсің дегендей. «Контрамаркаң жалған. Сені сол үшін соттату керек. Жалған документ жасаған үшін соттайтын заң бар екенін білмейсің бе?» дейді Сәттіғұл. «Онда сол контрамарканы ұдайы неге өзің театрға кіріп жүрсің? Сені де соттау керек. Өлсем, жастығымды ала кетермін», деп Әлтай қасарысады. Бірақ өзінің кінәсі басым екенін сезіп жасый бастайды. «Нан қалған жоқ. Әйтпесе, не көрініпті? Беремін ғой. Өле жегенше бөре же деген ғой». «Өй, сен мақалдамай шығары бері, қалған жоқ деуін қараш. Балалар, шамаданын ашыңдар», деп бұйырады Сәттіғұл. Әлтайдың пәнер тақтайдан шағын чемоданы бар. Ауызда жұдырықтай құлып тұрады. Әлтай өз меншігін қорғамақ боп кереуеттің астына ұмтылады. Бірақ еңгезердей Сәттіғұл оны төсектің үстіне атып ұрып, тырып еткізбей қол-аяғын басып жатады. «Атыңа нәлет, Қодар», деді Әлтай ышқырынып. «Босат былай». Балалар театрдан қайтқан соң ондағы ойынды өздері қайталап, біреуі Төреген, біреуі Бекежан болып шыға келетін. Сәттіғұл Қодар рөлін ойнаушы еді. Сонда да Қодар атанып кеткен. «Дымыңды шығармай жат, паразит Қарабай», деп масаттанады Сәттіғұл, Алтайдың дүние қоңыздығын бетіне басып. Құлыптың кілті табылмайды. Оған балалар онша өкіне де қоймайды. Епті біреуі шегемен-ақ аша салады. Перғауынның 1000 жылдық алтын табыты кенеттен табылғандай-ақ, балалар аң-таң болып, ауыздарын ашып аңырып біраз тұрып қалады. Чемодан ашылғанда, ішінде тілім-тілім нан, бір қалта бидай талқан, бір қалта қуырған жүгері, бір қалта құрт жайнап жатады. Балалар енді есін жиып, мол тағамға қол сала бергенде, Сәттіғұл айқай салады. «Тәртіп сақта, біз мародер емеспіз, саналы азаматтармыз. Бәрін заңды түрде жасауымыз керек. Біз феодализмнің кәрі қақпасы Қарабайдың малын тәмпескілейміз. Бәріміз теңдей бөліп аламыз», деп тамақты бөліске сала бергенде, есік сарт ашылып, табалдырықта алпамсадай алып адам иығына шинерін жербедей жамылып, міз бақпай тұрып қалады. Қалың қастары біргіп кеткен, көзі оқтаулы мылтықтай, тұла бойы қақарлап. «Бұл не шу?» деп ақырады әлден соң. «Неге ұйықтамайсыңдар?» Әлтай арыз айта алмас. Өйткені өз кінәсі ашылып қалады. Басқаларда да үн жоқ. Біреудің чемоданын тонауға болмайды. Интернат меңгерушісі қос қолын галифе шалбардың қалтасынан шығармай, қазыналы қара чемоданға шалқақтай қарап қалады. Қалың қарақасын бір жоғары, бір төмен ойнақтатады. Әлден соң: «Так, бәрің далаға шық», деп бұйырады. Аулаға шыққан соң асхананың алдына балаларды қатарға тұрғызады. «Смирно», деп бұйырады. Сөйтеді де асықпастан шалқақтай басып өз үйіне қарай беттейді. Кетіп қала алмайсың. Түн ортасына тікеңнен тік тұрғанда оңай емес.
Балалар күңкілдейді. Сәттіғұлды кінәлай бастайды. Сен болмағанда тып-тыныш ұйықтап жататын едік. Мен сендерге жақсылық жасамақ болсам, қарай көр бұларды. Мен емес, анау Қарабай кінәлі, деп Сәттіғұл жабайы қодастың назарын Әлтайға бұрып салады. Әлтай енді бір табын сиырдың ортасына түскен қасқырдай болады. Оның бақытына орай интернаттың бастығы қақырынып, жөткірініп үйінен шығады. Балалар қыбыр етпей смирно тұрып қалған. Ай сәулесіне қасқа басы шағылысып, дәу ағай асықпай бір-бір басып таяп келіп, «Қарындарың ашты ма?» дейді. Дәл қазір жаурадыңдар ма деген сұрақ орынды сияқты, бірақ интернат меңгерушісі «Қарындарың ашты ма?» деп сұрайды. «Қарным ашты десем, әлдене деп жүреді» деп ешкім үн қатпайды. «Айтпайсыңдар ғой, онда тұра тұрыңдар тағы да», деп дәу ағай қайтадан өз үйіне асықпай аяңдай бастайды. «Ағай, тоқтаңыз!» дейді шыдай алмаған Қасболат күркіреу досымен. Онан соң жолдастарына қарап, «Неге үндемейміз? Айтпаймыз ба тұра бергенше? Қарнымыз ашты ағай» дейді. «Ашты!» деп әр жерден бір дауыс дірілдеп шығады. «Ашты!» Сонда дәу ағай, «Ашынған қарын тойынар, барыңдар, ұйықтаңдар» деп бұйырады. Жақсы сөз жарым ырыс. Балалар жәбір жаманшылықтың бәрін ұмытып, жылы көрпелерінің астына қойып кетеді. Сол көңіл тоқтықпен рахаттанып ұйқыға кірісе бергенде, әрбір төсектің басына Әлтай келіп, балаларды басынан түрткілейді. «Мә», дейді аң-таң болған жолдасына Әлтай бір тілім нан ұсынып. Нан жетпегендерге бір уыс талқан немесе бір түйір құрт тиеді. Бөлмеші мейірімге толғандай. Сол сезімнің әлдилеуімен 10 бала тәтті ұйқыға кетеді. Түстерінде бір қанар нан арқалап, балаларға үлестіріп жүрген дәу ағайды көреді. Жаңа жыл екен дейді. Интернат асханасының қақ ортасына үлкен шырша орнатылған екен. Шыршаның әрбір бұтағынан қызыл күрең бөлке нан салбырап тұр екен. Дәу ағай Аяз ата болған екен. Жаңа жылда конфет орнына бір бөлке нан сыйлап жүр екен. Сол бөлкелердің қақ ортасына Әлтайдың салбыратып іліп қойған екен. Қыстың қысқа күні асханадағы тілдей қара наннан басталады. Ештеңе өзгермеген. Әлтай бүгін кезекші емес. Содан соң қабағы солыңқы. Кезекші болмаған күні мектепке барар жолдағы нан магазинін қалайда бір сүзіп өтер. Магазинші сары әйел ұдай ашулы болады. Әлтайдың карточкасы жоқ екенін білгенде, «Бар, айда» деп қуып жіберетін. Бүгінде мектептен қайтқанда шыдамай, қабақтың тұсына тоқтамай өтпейтін маскүнем құсап, Әлтай нан магазиніне қалай кіріп кеткенін өзі де білмей қалған. Кіруін кірсе де, сатушы қатын ұрсар ма екен деп қипақтаған. Бірақ сары әйелдің жүзі жарқын, қабағы жазылған, сақ-сақ күледі де пештен жаңа шыққан жып-жылы нанды күндегідей тілдей етіп тілмей, бөлке-бөлкесімен беріп жатыр. Карточкаға емес, ақшаға беріп жатыр. Магазиннің іші нанға тіреліп тұр. Жарықтықтың иісі жұпардан 100 есе артық. Әлтай интернатқа алып ішіп жетіп, асханаға кірсе, күндегі тілдей тіліктердің орнына жарты бөлкеге жақын дәм қойылған екен. «Ал, қарындарың тоя денді.
карточка системасы жойылды. Нан молаяды. Сендерді нан күнімен құттықтаймын, деді интернат меңгерушісі. Бұл 1947 жылдың 16 желтоқсаны еді. Әлтай сонда әлгі нанды жеп тауыса алсашы. Әшейінде бұралақтап, ауызға бір-ақ асайтын асты тауыса алмай тойды да қалды. Мен бұл кезде қызметке баратын жолда Астанадағы ең үлкен нан магазині бар. Ешқандай жұмысым жоқ, тамағым тоқ болса да, әлгі магазинге анда-санда бір кіріп шығамын. Нанның сондағы түрі-ай. Қазақтың таба наны дейсің бе, Украинның қара наны дейсің бе, қалалық ақ бөлкелер дейсің бе, кірпіштан дөңгерек нан. Магазиннің іші жып-жылы. Нан иісі ана сүтінің иісіндей. Осы магазиннің тұсынан өткен сайын интернат есіме түседі. Әлтай қазір аудандық оқу бөлімінің бастығы, ғылым кандиданты, Сәттіғұл ірі совхоздың директоры. Мен болсам, жиі-жиі ойға алам. Іргесін боз өзен жалап жататын интернат болмағанда, интернаттың бір тілім қара наны болмағанда, біз осы дәрежеге жетер ме едік? Кім біледі? Нұр жаусын саған интернаттың қара наны. Соңы.